Саламатсыздар ма? Мен Магидолла Жұмаш, Сәтбаев университетінің киберқауіпсіздік кафедрасында оқып жатқан 3-ші курс студенті боламын. Қазіргі бейнероликте біз Strahacking сайтындағы Attactive Directory бөлмесін қалай өтуге болатынын қарастырамыз. Бізде тапсырма бойынша 8-ін орындауымыз керек біз. 8 тапсырма орындау көп уақыт алатындықтан мен деген видеоны 2-ге бөлетін боламын. Мен деген осы бейнероликте аты айтылып тұрғандай 1-ден 5-ші тапсырмаға дейін тапсырманы қалай өтуге болатынын қарастырамыз. Өйткені 4-ші және 5-ші тапсырма сол Kerberos бағдарламасы арқылы, бір бағдарлама арқылы жұмыс жасайды. Сондықтан біз бәрібір осы бағдарламамен қолданамыз, бір тақырыпта болғандықтан. Тапсырманы өту үшін кезеңдерге бөлеміз. Бірінші кезеңде OpenOpen арқылы қосыламыз сайтқа. Екінші кезеңде қалған тапсырмаларды орындау үшін 3 бағдарламаны көшіреміз. Үшінші кезеңде Nmap арқылы сайтты сканерлейміз. Төртінші кезеңде Kerberos арқылы пайдаланушы атын және құпия сөзін бір-бірлеп тексереміз. Сосын сол шыққан нәтиже арқылы 5-ші кезеңде as-rep roasting шабуыл арқылы құпия сөзді енгізбей пайдаланушының атына кіріп, хэштелген құпия сөзді алуымызға болады. Назарларыңыз тапсырмаға көшейік. Сонымен тапсырмаға кетейік. Бірінші тапсырмада біз деген осы Attactive Directory'ға қосылуымыз керек біз. OpenOpen арқылы қосыламыз. Мұнда берген арнайы беттен бізге OpenOpen'ге арналған конфигурациялық файлын көшіріп аламыз. Осы батырма арқылы. Менде ол бар, мен қазір қосамын. OpenOpen'ді осы sudo арқылы жұмыс жасау керек. Бізден құпиясы сұрап жатыр. Мінекей. Осылай біз бірінші тапсырманы аяқтауымызға болады. Қосылу. Осы тапсырманы орындауға біз деген осы Strahacking беретін өзінің виртуалдық машина арқылы өтуге де болады, бірақ деген осы тегін версиясы ол деген баяу болып тұр, және де бұл интернетке байланысты болып тұр, және де оны әрдайым қосыла алмайсыздар. Бір қосқаннан кейін біраз уақыт өту керек қайтадан пайдаланып алу үшін. Сосын мінекей, мұнда бағдарлама қосылған осы жолмен білуге болады. Мұнда осы жақта тексеруге болады, жаңартып. Мінекей, біз сөзіміздің IP-мізді осы жақтан қарауымызға болады. Осымен бірінші тапсырма біттік. Енді екінші тапсырмаға біз осы тағы да бағдарламалар көшіруіміз керек. Осымен де ол бағдарламалар көшірілді алдын ала. Және де осы Impacket және де осы қалған 2 бағдарламаны көшіру үшін осы команданы sudo арқылы көшіруге кеңес беремін. Себебі осы бағдарламаны корендік директорияда сақтайды, осылай деп корендік. Осы орысша корневой, әйтпесе түбірлік директориясында дегенде онша қатты естілмейді, сондықтан корневой деп айта берейін. Сол корневой директориясында сақталады, ал ол жақта сақталу үшін root рұқсаты керек. Сол үшін sudo арқылы орындауымыз керек. Мұнда неге жазылып жатыр. Керек командалар. Не болмаса, тура осы GitHub сілтемесімен өтіп, осы GitHub'тан көшіруімізге болады. Осы командар арқылы бірден көшіруге болады. Тек ол sudo арқылы жазуымызға кеңес беремін айтылғандай. Осымен осы 3 бағдарламаны көшіруге болады. Және де енді біз практикалық тапсырмаға келеміз. Біз осы жерде
бұл жерде бізге таныстырылып кетеді, сіздер оқуыңызға болады. Енді мен деген жұмысқа айтып кетейін. Біз осы жақта бізге берілген IP мекен-жайын Nmap бағдарламасы арқылы сканерлер нәтижесін біліп алуымыз керекпіз. Мұнда үш сұрақ бар. Бірінші сұрақ ол деген теориялық, екіншісі болса практикалық. Біз деген оны Nmap бағдарламасы арқылы білуіміз керекпіз. Мұнда біріншісінде бағдарлама Linux жоқ, Nm for Linux болады. Осы порттарын тексеру үшін біз деген Nm for Linux арқылы құралымен осы порттарын біле аламыз. Енді қалған екі тапсырмаға жауап алу үшін Nmap бағдарламасын іске қосайын. Сол бізге нәтижесін, версиясын тексеруге арнайы командалар жазып кетейін. Бұл біраз уақыт алды, сондықтан мен деген қазір күткен уақытта қайтып жасаймын. Сіздер үшін бұл 1 секунд болды. Мінекей бізде осы нәтиже шықты. Біз деген қазір екінші сұрақта не сұратқан айтып кетейік. Бізде осы NetBIOS domain name'де қандай машина атын сұрап жатыр. Және де егер біз қарағанда мінекей NetBIOS domain name машина аты THDMAD. Тексереміз. Енді мұнда Active Directory доменінің атын сұрап жатыр. Ол деген мінекей domain name жолында біз аламыз. Бірақ деген бізде мұнда жауап бойынша бізге 6 символ сұрап жатыр. Ал мұнда болса 6 символдан көп. Бірақ егер біз соңғы жағындағы local және нүктені алатын болсақ, онда бізге керек 6 символды бере алады. Соны қойсақ, жауабымыз дәл келеді. Ендеше сол айтып кеткен 4-ші тапсырмаға Kerberos-қа кетейік. Біз деген бұл тапсырмада Kerberos арқылы пайдаланушылар аттарын қарастыруымыз керекпіз. Мына оқуыңызға болады. Мұндағы сілтеме GitHub-тағы сілтемесіне апарады. Ол менің танысуыңызда да болады керек болса. Және де мұнда 3 сұрақтар. Бірінші сұрақта жазылып тұр. Сұрап жатыр бізден Kerberos бағдарламасы арқылы қандай командамен біз деген барлық пайдаланушының атын қарай аламыз. Және де бұл user enum. Және де енді екінші және үшінші сұрақтар ол деген практика, яғни біз осы бағдарламаны қосып, соның нәтижесін жазуымыз керек. Сол үшін Kerberos деп шақырып, сосын қазір Kerberos деп біз деген пайдаланушының атын қарастырамыз деп user enum. Дұрыс. Сосын барып бізге IP мекен-жайын жазуымыз керекпіз. Және де үшінші тапсырмада бір айтылып кеткендей, біз деген мұнда пайдаланушы ретінде осы және де Nmap-тан алған осы Spooky local'ын енгізуіміз керек біз пайдаланушы ретінде d параметрін беріп. Және де бізге осы 4-ші тапсырмада берілген пайдаланушы және де құпиясыз тізімдері. Мен оны қазір көшіріп алайын wget арқылы.
Енді құпия сөзімен де солай істейік. Букетті басуды ұмытып кеттім. Тексерейік. Мінекей пайдаланушы және де құпия сөз тізімі. Бізге қазір керек пайдаланушы тізімі бағдарламаны іске қосамыз. Мінекей бізде Джеймс SSAdmin. Сол SSAdminді жазып көруге болады. Келіп тұр. Тағы Джеймс, Робин. Darkstar деген пайдаланушы шықты. Администратор көруімізге болады. Үшінші сұрақ жауабы ретінде. Бірақ деген бұл бізге жауап форматы бойынша бізге символ санымен келіспейді. Сондықтан бұл администратор емес. Тағы нәтижені күтейік онда. Backup бұл енді сан қай жетеді. Осы нәтижеде жазылып тұрған. Тексеріп көрейік ал. Көргеніңіздей біз деген осылай 4-ші тапсырманы аяқтадық. Ендіше 5-ші тапсырмаға кірісерміз. Мұнда жазылып 5-ші тапсырмада жазылып тұр. Біз деген пайдаланушы атын қарағаннан біз деген енді сол кербелестен арқылы Ahrefs деп шаблон жасауымыз керек біз айтқанда. Бұл туралы мынаша жазуыңыз оқуыңызға болады, теориясын осы жерін. Сол бізге қазір байланысты бізге керек қазіргі бағдарлама бұл деген осы get_users.py. Мынашта оның жолдары жазылып тұр. Сол екінші тапсырмада көшірген packer мен бірге соны қазір қосуымыз керек біз. Бағдарламаны тоқтата тұрайын. Біз мұнда 3-ші Python арқылы сол жолмен көрсетеміз. Және де біз деген банаға осы Spokels local пайдаланушы енгізуіміз керек. Мұнда енді параметр бермей қоюымызға да болады. Және де бізге мұнда пайдаланушы файлын көрсетуіміз керек біз. Бағдарлама бойынша ол біз деген бана көшірген файлын енгіземіз. Сосын осы тізім бойынша біз көшірген тізімде өте көп аттар бар. Және де ол аттардың барлығын бізге көп шығарғанда біз бір нәтиже керек. Сондықтан сол нәтижесін бізге шығарып берсін. Мен деген мұнда біраз синтаксisen біраз ұмытып жатқан болдым. Кешірім сұраймын. Қазір алдын ала дайындалған жерден көшіріп алайыншы. Дұрыс екен. Енді біз деген құпия сөзді енгізбей ақ қоямыз деп жазамыз. Және де соңғы параметр ретінде осы IP мекен жайын енгіземіз.
бір артық болып кеткен секілді. Мен деген форматын көрсетіп ұмытып кеткен секілдімін. Мен деген сол толықтай жазған жоқ секілдімін. Күте тұра қалдым. Бізге осындай жаймен сұраулар нәтиже берген, бірақ ол қызық емес. Кейбір жұмыс жасағанға біз деген қандай сұрақтар қойған екенін бір түсіндіріп кетейін. Бізге мында бірінші сұрақта жазылып тұрған, бізде екі пайдаланушы аты бар, ол деген SSH admin және backup. Қайсы арқылы біз деген құпия сөзсіз кіре аламыз. Оны әзірше айта алмаймыз, өйткені біз де білмейміз. Бірақ та мен айтып кетейін, біз деген қандай пайдаланушы арқылы құпия сөзсіз енгізе алатынымызды. Мұнда бір өзгеріс бар ма? Жоқ әзірше. Және ол сол бір пайдаланушы атын бір-бірлеп көрмесе болады мұнда негізі. Сосын мұнда жазылып тұр, біз деген осы hashcat example sample wiki бетіне қарап, мен қазір сол сайт ашып кетейін. Мінекей бізге осындай мысал вики бетті көрсетіп тұр. Сол викидің біз керберіс тапқан, біз деген керберіс тапқан хэш қай мод және деген осы хэш модын және осы хэш атын жазуымыз керек. Сонда мысал ретінде бар, біз деген тапқан соң сол ағашқа бір қайталанбайтын бір ерекше символ арқылы осыдан тауып оның атын және де модын таба аламыз. Бұл бізге керек, себебі осы керберут бізге қазір хэштелген құпия сөзін береді, және бізге сол хэштелген құпия сөзді қайтадан қалпына келтіру үшін бізге құпия сөзге бізге осы хэш модын бөлуіміз керекпіз. Бір нәтиже бар ма екен, бір қарап шығайын. Неге бізде бір осындай бір нәтиже бар, оны шетіп қарап бағдарламаны тоқтатып, сол файлды ашып қарайық. Көріп тұрғаныңыздай осындай символдар бар, осы SSH admin, Spokes local, және де осы бір осы символдар бір өзгеше, осыған қарағандықтан соны көшіріп алып, осы жақтан іздеп көрейік. Және мұнда хэш моды 18200, және оның аты Kerberos 5 type 23 AC. Соны тексеріп көрейік. Онда бұл жақта 18200 шығуы. Бізге осы соңғы сұрақты біз деген осы құпия сөз хэш арқылы қалпына келтіруіміз керек. Сол үшін біз арнайы Jochen Reaper атты бағдарламасы арқылы біз деген хэшпен біз деген құпия сөзді қалпына келтіреміз. Оны көбінесе осы Jochen деп жазып кетеді.
Сосын бізге құпия сөз ретін бағанағы өткен тапсырмада алған құпия сөздік қорын қолданайық. Және де біз деген осы алынған осы кәрібірісінің нәтижесін алынған мәтінмен салыстырамыз. Мінекей бізге осындай нәтиже шықты. Мен деген біраз дұрыс айтпағаныма кешірім сұраймын, біраз шатасып жатырмын. Біз деген көріп тұрғанымызда бізге бағдарлама осы Kerberos 5 асыреп типін айтып, осы атын айтып жатыр. Сосын барып біз деген осы арқылы модты біле алатын едік. Бірақ енді бізге оның құпия сөзі берді. Management 2005 тексереміз. Мінекей дұрыс. Ендеше осымен бейнероликті аяқтаймын әзірше. Келесі 20 минут өтіп кетті. Мен деген қалған 3 тапсырманы келесі бейнероликке салып жүктейтін боламын. Ал былай қарағандарыңызға рахмет. Ойларыңызды жазып, лайк басып, қолдауыңызға болады. Сау болыңыздар. Осымен сіздермен қоштасамын.